Сәлем, менің құрметті YouTube оқырмандарым, сіздермен бірге әдеттегідей Марал. Бүгін мен сіздерге стильді комбинацияларды айтатын боламын. Қандай киіммен нені үйлестіріп кетуге болады. Асығыс уақытта ең таптырмас шешім осындай дайын формулаларды алып, оқып біліп, осы формулаларды бірден сразу үстіңізге киіп кете бересіз, және де ешқандай қиналмайсыз, себебі немен киемін деп ойланбайсыз. Ал бірінші кеттік. Бұл бірінші образ бізде джинсы барлығымызда бар, иә. Бірақ оны кейде немен киюге болады, немен киюге болмайды, қандай киімдермен үйлестірсе ыңғайсыз көрінеді, ол туралы білмей жататынымыз бар. Сол себепті осындай формулаларды сізге жинақтап дайын қылып қойдым. Бірінші кезекте джинсыды біз длинный кардиганмен киген, күн суып келе жатыр, үстімізге қалың киініп, кішкене жылынғымыз келетіні анық. Сондықтан джинсыды длинный кардиганмен киіңіз. Мен сіздерге бір кеңесім, кардиганды да бір макси длинныда кисеңіз өте әдемі көрінеді, және бірінші қабатты первый слой деп сіздерге айтатын боламын. Ішінен майка немесе бір футболка, оны баратын жеріңізге сай етуіңізге болады. Егер де мысалы сіз бір офисный сондай бір жерге баратын болсаңыз, ішінен рубашка кисеңіз болады. Ал егер де кәдімгі қалай деп айтады, уличный стиль деп айтады ғой. Осындай егер стильде киінетін болсаңыз, онда ішінен кәдімгі футболканы киіп, классикалық футболканы киіп, сыртынан длинный кардиганыңызды киіп, джинсыды киіп, және де аяқ киімді таңдаған кезде де, егер де сіз жаңағыдай офисный сияқты стильде киінгіңіз келетін болса, онда міндетті түрде биік өкшелі аяқ киім киесіз. Егер де жай уличный стильде киінгіңіз келсе, по настроению, онда плоский ход, яғни жай табан аяқ киімді киіп кете бересіз. Міне осындай сіздерге формула. Екінші формула бұл бізде джинсы плюс свитер плюс укороченная верхняя одежда. Мында суретте шығады джинсыды свитермен. Свитер болғанда жылы теплый свитер, және де сыртынан укороченный. Қазір укороченный киімдер трендте актуальды, сондықтан укороченный тренч болуы мүмкін, немесе укороченный бомбер болуы мүмкін, иә. Және бомберді таңдаған кезде де қазір актуальды бомберлер бұл кожный вариантта жүреді, және де кажакты да кисеңіз болады. Және де кажакты таңдаған кезде оверсайз кажак алыңыз, себебі қысқа және де жабысып тұратын кажактар қазір сәннен қалып кетті. Егер де ол туралы білмейтін болсаңыз, онда менің антитренды деген бөлімде қараңыз, сол жерде айтатын боламын. Үшінші формула бұл бізде юбка карандаш және трикотажный киім үстіңізге. Ал аяқ киімді міндетті түрде женская обувь деп айтамыз, яғни биік өкшелі аяқ киіммен кисеңіз өте сәнді көрінеді. Ол жаңағы сіздің погодаңызға қарай сапаги болуы мүмкін, және сапагиді таңдаған кезде міндетті түрде ол юбка карандаштың ішіне кіріп тұруы тиіс. Кейбір ханымдардың жіберетін қателігі, сапагиді таңдаған кезде ол екі ортада мынандай қалып қоймау керек, себебі ол сіздің бойыңызды бөліп тастайды. Міндетті түрде аяқ киіміңіз, если юбкаңыз ұзын болатын болса, ішіне кіріп тұрғаны дұрыс. Және де, ал егер туфли болатын болса, онда можно да сыртынан туфли киген кезде ол бірден плоский болып кетеді, ешқандай көрінбейді, яғни фонға сіңіп кететін сияқты. Сондықтан осыған мән беріп қараңыз. Трикотажный верхті кез келген материалды аласыз, яғни өзіңіздің бір денеңізге жылы болса, және де юбка карандаштың үстіне жарасып тұрса болды. Төртінші формула бұл бізде леггинсы, сапоги и клетчатая рубашка, иә. Клетчатая рубашка негізі өте жылы сондай рубашка ғой. Сол рубашканы леггинсы, яғни түнеге жабысып тұратын леггинсімен бірге кие аласыз. Және де сыртынан сапоги кисеңіз, сапогидің, яғни ол жакейский сапоги болуы мүмкін, яғни ол неге жабысып тұрмау керек, сіздің балтырыңызға жабыспау керек, кең болып тұрғаны дұрыс. Сол кезде стильді көрінесіз. Ал егер жабысып тұратын болса, кішкене көзге ыңғайсызырақ көрінеді. Сондықтан сапогты таңдаған кезде осылай жакейский сапогиге мән беріңіз, егер де сіз жабысып тұратын киім киетін болсаңыз. Және де ішінен кез келген киімді кие аласыз. Ол футболка болуы мүмкін, майка болуы мүмкін. Первый слойды өзіңіздің қалауыңызға сай етіп таңдай аласыз.
Бесінші формула бұл бізде джинсы плюс поло. Яғни поло деп отырғанымыз жағасы бар киімдер. Қазір барлық масс-маркеттерде осындай пололар бар, және де ол сондай денеге жағымды материалды ала аласыз, және де сіз оны астына ауыстыру арқылы, яғни джинсының орнына классикалық яғни қыры бар шалбармен кию арқылы сіз офисный стильді дайын ете аласыз, және де осыны джинсымен кию арқылы сіз уличный стильді де дайын ете аласыз. Сондықтан осыған мән беріңіз, міне уже сізде екі варианттағы киім шығыпты. Келесі 6-шы формулаға келейік. Бұл бізде джинсы, бомбер, кожаный және аяқ киімді острый мыс деп аталады. Яғни осындай үшбұрышты аяқ киімдер бар ғой, туфлилар. Міне осындай туфли не болмаса етіп, осындай женский күшті элегантный көрінетін етіктермен бірге кисеңіз болады. Және де ол сіздің образыңызды сондай сразу бірден ашады. Джинсының длинасы, онда тобықтан түсуіне мән беруіңіз қажет. Тобыңызға дейін келіп жабысып тұрса, мұнда джинсыды олай кимеңіз. Және де бұл туралы мен тоже антитренд тақырыбында айтқан болатын. Сол видеоны қарап шықсаңыз болады, қандай соларды киюге болмайтыны. 8-ші формулаға келейік. Бұл бізде А силуетті юбка немесе макси длинадағы юбка, кез келген миди длинадағы, мидиде отырған біздеден төмен, және де макси длинадағы юбка плюс первый слой, және де плюс кардиган, либо свитер, шемпер, кез келген нәрсемен ауыстырып кие аласыз, және де аяқ киімді киген кезде мән беріңіз, баратын жеріңізге сай етіп, тоже осыны ұмытпаңыз, биік өкшелі не болмаса плоский ходтағы өзіңізге ыңғайлы аяқ киімді кие аласыз. Және де осы формулада мән беретін нәрсе бұл юбканың материалы. Ол кожаный болуы мүмкін, ол трикотажный болуы мүмкін, бірақ та өте сондай бір жұқа материалда таңдамағаныңыз дұрыс. Келесі формула бұл бізде спортивный стильді ұнататын ханымдарға арналады. Бұл стилде джинсы, және де первый слой. Первый слойды футболка алсаңыз болады, не болмаса майка, не болмаса рубашка ауыстырсаңыз болады. Және де сыртынан свитшот. Свитшот ол кез келген надписте болуы мүмкін. Қазір өте әдемі сондай актуальды свитшоттар бар. Кез келген масс-маркеттен таба аласыз. Және ол қатты сондай бір көрінетін емес, нежінка болғаны сондай негізі формуланы, стиліңізді нәзік етіп көрсетеді. Біз әйелдер туралы айтып жатқандықтан осындай бір кішкентай мелочтарға мән беріп жатқаныңыз дұрыс. Және де осы первый слойға келген кезде, первый слойдың мынандай мойын жағы көрініп тұратын болса, ол базовый бір футболканың мойын жағы көрініп тұратын болса, не болмаса рубашканың жағасы көрініп тұратын болса, или болмаса астынан шығып тұратын болса, негізі стильді көрінеді. Осыған мән беріп қараңыз. Және де осылай бір стильді етіп, киіміңізді қызықтырақ етсеңіз болады. Келесі формула женский образдарды жақсы көретін ханымдарға арналады. Трикотажный платьяны сіз түрлі пиджакпен, не болмаса кардиганмен бірге кие аласыз, және де өзіңіздің қалауыңызға сай аяқ киіммен ауыстырып аласыз. Яғни плоский ход болуы мүмкін, немесе биік өкшелі аяқ киіммен кие аласыз, және де осындай қазір дайын комболар шыққан, яғни трикотажный джемпермен бірге юбкасы, трикотажный жаңа сырттан свитермен бірге шалбары деген сияқты сондай комбинациялар тоже ұтымды вариант. Осындай дайын комболарды алып сыртынан ұзын не болмаса қысқа киімдерді киіп тоже кете аласыз. Ең бастысы материалына мән беріп қараңыз. Бір-бірінен материалы тонкий болып қалмау керек. Ең последний формула бұл бізде джинсы плюс первый слой, және де сыртынан пиджак, не болмаса замшевый киім. Бұл вариант өте ұтымды. Плоский ход кисеңіз вообще жақсы көрінеді. Уличный стильге таптырмас формула деп ойлаймын. Осындай варианттағы киімді киіп көріңіз, және де осында астына комментарийға жазып кетіңіз, қай формула ұнады, және де сіз қандай формуламен киіп көрдіңіз. Менің каналымды қолдап, подписаться деген батырманы басып қойыңыз. Келесі видеоларымды бірінші болып көретін боласыз, және келесі
келесі тақырыпта қандай бір тақырыпты қозғаймыз сол туралы айта кетіңіз. Бүгінгі видеом аяқталды. Лүпілдетіп қойсаңыздар өте қатты қуанышты болар едім. Пока-пока. Чао-чао.